әдісін жасаймыз. Клубниканы жуып, шөптерінен тазартамыз. Бұл жерде 3 килограмм клубника бар. Әр килограммға 800 грамм қант қосамыз. Енді соғы шығу үшін 7-8 сағат қоя тұрамыз. Немесе кешке дайындасақ, түнге қалдыруға болады. Енді соғы шығу үшін 7-8 сағат қоя тұрамыз. Немесе кешке дайындасақ, түнге қалдыруға болады. 8 сағат өтті, соғы шықты. Мінекей, әдемі болып. Қыздырдық, енді қайнай бастады. Отты сөндіреміз, салқындағанын күтеміз. 8 сағаттан асты, отқа екінші рет қоямыз, 5 минут қайнатамыз, отты сөндіреміз, салқындағанын күтеміз. 1 лимон шырынына жарты шай қасық лимон қышқылын қосып араластырамыз. 5 минут қайнатамыз. Дайын вареньені жылы күйінде алдын ала стерилизовать етілген банкілерге құямыз.